құрметті білім алушылар, біздің бүгін өтетін тақырыбымыз Мағжан Жұмабаев өмірі мен шығармашылығы. Сабағымыздың мақсаты ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет беру, шығармалары және кітаптарымен таныстыру. Не көрсем де алаш үшін көргенмін, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де алаш өлмес көркейер, істей берсін қолдарынан келгенін деп, Мағжан атамыз бар ғұмырын алаш жұртына арнады. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінің 5 арысы. Ақынның өмірі мен шығармашылығымен тереңірек танысу үшін назарларыңызға бейнебаянды ұсынуды жөн көрдім. Әдебиетінің жарқын жұлдыздарының бірі Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Алғаш ауыл мұғалімінен оқып сауатын ашады. 1905 жылы Қызылжардағы медресеге оқуға түсіп, Стамбулда оқып келген араб, парсы, түрік тілдерін еркін меңгерген Бегішевтен сабақ алады. Мұнда қазақ, татар әдебиеттері мен шығыс классиктері Фирдауси, Хафиз, Сағди, Низами, Науаи шығармаларымен еркін танысады. 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын, сөзі алтын Хәкім Абайға деген өлеңін жазған. Бегішев ұйымдастырған медресені 1910 жылы бітіріп, осы жылы Уфа қаласындағы Ғалия медресесіне оқуға түседі. Бұл медресе сол кезеңде өзінің дәрежесі жағынан жоғары оқу орнымен барабар еді. Мұнда ол татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтан сабақ алады. Болашақ көрнекті жазушы Бейімбет Майлинмен танысады. Жалынды жастың талабын анық таныған Ғалымжан Ибрагимов 1913 жылдың күзінде Мағжан өлеңдерінің қолжазбаларын Қазан қаласындағы Кәрімовтердің баспаханасына тапсырады. 1912 жылы Мағжанның Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. 1913 жылы Омбыға барып, мұғалімдер семинариясына оқуға түскен. Семинарияда ақын Сәкен Сейфуллинмен танысады. Ахмет Байтұрсыновтан, Міржақып Дулатовтан сабақ алып, шығармашылық белестің бір қырына көтеріледі. Заманның аумалы төкпелі шағында Алаш партиясына тілектестік ниетін білдіреді. Қоғамдық істерге белсене араласады. 1919-1923 жылдары Ташкенттегі Шолпан, Сана журналдарында, Ақ жол газетінде, халық ағарту орындарында қызмет атқарады. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдеби көркемөнер институтында оқиды. Бұл жылдары орыс әдебиетін, Батыс Еуропа әдебиетін терең зерттеп оқып меңгереді. Бұл кезең ақын өмірінің ауыр кезеңі болатын. Оның шығармалары сыналып, қудалау көре бастайды. 1927-1929 жылдары Бурабайда, Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарады. Бірақ сол кезеңнің идеологиялық ұстанымы ақын шығармаларын мансұқтап, өзіне ескішіл, түрікшіл, ұлтшыл деген айыптар тағылады. 1929 жылы Алқатты жасырын ұйым құрды деген жаламен ұсталып, 10 жыл айдауға кесіліп, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалады. 1936 жылы Максим Горький мен Екатерина Пешкованың араласуымен түрмеден босанып, елге келген ақын саяси себептермен тұрақтап жұмыс істей алмайды. 1937 жылы Алматыға келіп, аударма ісімен айналысып жүрген Мағжан 1938 жылы қайта қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетіне өзінің кесек туындыларымен соны леп, жаңа өрнек енгізген, артына аса мол асқақ рухты, өршіл шығармалар қалдырған ірі тұлға. 1937 жылы 30 желтоқсанда Мағжанды түрмеге әкелген бойда толтырылған тұтқын парағы. 1938 жылғы 11 ақпан күнгі Мағжан Жұмабаевты ату жөніндегі 19 наурыз күні жүзеге асырылуы туралы шешім.
1960 жылғы 13 шілдедегі Мағжан Жұмабаев жөніндегі 1938 жылғы 11 ақпандағы үкімнің бұзылуы, ақынның ақталуы туралы анықтама. Мағжанның барлық өмірі поэзиясында. Мағжан ұлы ақын, суреткер. Мағжан лирик, сыршыл ақын. Мағжан эпик ақын. Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері «Мен кім», «Мен жастарға сенемін», «Түркістан», «Көктемде». Поэмалары «Жүсіпхан», «Батыр баян», «90-ның тобы», «Қорқыт», «Ертек», «Өтірік». Аудармалары «Күннің батуы», «Тұтқын», «Сұңқар жыры», «Күн шығады да батады». Мақаласы «Бала тәрбиелеу жолдары», әңгімесі «Шолпанның күнәсі», еңбегі «Педагогика» кітабы. Поэзиясының тақырыптары тарих тұңғиығы, заманның астан кестеңі, оқу ағарту, өнер білім, жақсылық пен жамандық, мұңды толғаныс, өкіну, махаббат, арман, үміт. Ендігі кезекте Мағжан кітаптарының тізбегіне тоқталатын болсақ, бұл көп томдық шығармалар жинағының бірінші томы. Мынау Мағжанның көп томдық шығармалар жинағының екінші томы. Келесі көп томдық шығармалар жинағының үшінші томы. Жан сөзі, мұнда өлеңдер мен поэмалары, дастандары бар. Сүй жан сәулем, өлеңдері мен поэмалары қамтылған. Педагогика оқулығы Мағжан Жұмабаевтың. Батыр баян, бұл кітапта да өлеңдер мен поэмалар қамтылған. Ұлттық поэзия падишасы. Ұлтқа тілінен басқа нәрсе қымбат болмауы тиіс. Енді кезекте Мағжан Жұмабаев қазақ тілі өлеңі. Күш кемеді, айбынды туғылады. Кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерк күмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған, жүрек солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күнде күшті, күркіреген ел тынды. Асқар Алтай алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмытылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың, тарих тез жойды бәрін, не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң дұзақ кен тілім, таза терең, өткір күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың, сен тілім. Абай поэзия тәңірі болса, Мағжан поэзия пайғамбары деп, ақын Мәди Қайыңбаев айтқандай, Мағжан поэзия пайғамбары. Біздің бүгінгі Мағжанға арналған сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.